Дарын Мубаровқа қатысты Сол диспут бола ма деген сол. диспуттан бұрын қазір айтамын. Негізі мен Дәкеңді, Дарын Мубаровты бірінші болып мен диспутқа шақырған жоқпын. Мен ол кісіге маған сұрақ қойды Инстаграмда, сұрақ жауап болып тұр күнде өзі маған. Мен ұйымдастырып тұрамын. Дарын Мубаров тыңдауға бола ма деді. Сөйтті де сол сұрақты оқыған кезде маған бірден ойыма келді. Осы бізде кәдімгі Ханафи мазхабын ұстанып жүрген бір жігіт бар. Сол Дарын Мубаровты шақырып сұхбат алған да. Әлгі адамнан. Мен соны көрген кезде енді жетпеді бірдеңе өзім ашуландым негізі былайға. Не үшін? Өйткені Ризабек ұстаз сәләфит уахабиттермен күресті. Ерсін ұстазымыз күресті да. Солардың идеологиясымен тікелей болмаса да идеологиясымен күресіп келді да. Сен келесің да енді. Алып келіп төріңе отырғызып қойып содан сұхбат аласың. Сен өзің Ханафи мазхабын ұстанып жүрген адамсың да. Сен Ханафи ұстазы деп біреу тануы мүмкін да. Сен келесің де дарыннан не аласың, сен сұхбат аласың. Ал оны дарынның асыл кім екендігін білмейтін қарапайым жамағат, оны Ханафи ұстаздары қолдап отыр екен, ұстаздар қолдап, демек ол дарын дұрыс деген нәрсе туындайды. Сондай иллюзия тудырады деген сияқты. Қайдағы бір ихуанды алып келесің, не істейсің сен? Отырғызасың жақында. Менің субъектив пікірімде діни маман ретінде ол кісі ихуан. Ихуан жамағатынан ол кісі. Сондай ағымнан дейсің. Иә. Енді сөйтті де сол ойыма келді. Бұндай сұрақтардың туындауына осы секілді адамдар болып тұрған шығар дедім де мен жауап бердім. Сөйтті де Дәкеңде ол Инстаграмда басқа, ТикТокта басқа негізі ол. ТикТокқа жауап берген екен де ол, Инстаграмға салмаған екен оны. Қажет болса неге пікірталасқа, диспутқа барам деген сөзді өзі айтқан бірінші. Сосын мен пожалуйста дедім. Дарын Мубаров бар ғой, бұл кісі дұрыс жылатып айтады. Эмоцияң етегіңді жасқа толтырады. Азаннан кешке дейін жылап отыра беруі мүмкін да. Келісемін, ол дұрыс, уағыз әдемі айтады, бірақ әдемі сөйлеген адамның бәрі ақиқатта ма сонда? Ойлаған сөз. Әдемі сөйлеген адамдар ақиқат айтып отыр ма сонда? Ақиқат жеткізіп отыр ма? Әдемі, кез келген адам әдемі сөйлей алады. Кез келген адам егер соны оқитын болсаң, журналистиканы оқитын болсаң, әдеби шығармаларды көп оқитын болсаң, мысалы үшін да, халықтың эмоциясына тиісетін бір жағдайларды білсең, оята алатын адам болсаң, әдемі уағыз айту бәрінің қолынан келеді. Бірақ әдемі сөзді айтатын адам не емес, ақиқат жолында емес ол нәрсе. Мен осы мәселеге қатысты Дәджалды мысалға келтіргенде, Дәджал адам етін ретінде. Ол Дәджал ол кәпір, сен мұсылман қиясталасың. Жоқ, бұл жерде мен оны тікелей екеуін қиястап тұрған жоқпын бұл жерде мен. Дәджал дейтін ол адамдар қалай шақырады өзіне? Әдемі сөздер айтып шақырады ғой. Бұл сол дарынның әдемі сөйлеу жағын ғана есеп тұрмын мен. Тактикасы деп айтамыз, не деп айтамыз енді? Әдісі. Әдісін мен сынға алып тұрмын да бұл жерде. Дарын Мубаров бұл әхлі-сүнна уал жамағаның сеніміндегі адам емес бұл. Яғни пайғамбарымыздың ақида сенімін және сахабалардың сенім ұстанатын адам емес бұл кісі. Өтің жарылып кетсе де, саған мейлі ұнаса да, ұнамаса да, ақиқат осы. Мейлі сен білем, түсінем, көп айтады маған, мен дарынды тыңдап, не істедім дейді? Намазға келдім дейді. Иманға келдім дейді, дарын тыңдап. Жарайды, иманға келе берді, намасын деп, бірақ та Дарын Мубаров ол кім деген сұраққа мен не деп жауап беру керек? Ол уахабит деп жауап беремін. Енді бұл да Данияр ұстазға аманат та, мысалға кім деп сұрақ қойылған болса, онда айту керек та, аманат бұл, аманат та бұл, аманат. Халықтың арасын бөлу не емес ол. Мысалы үшін Дарын Мубаров былай айтады, қара, оны қарапайым халық түсіне алмайды. Дарын Мубаров о баста Қазақстан әуелгі кейінгі жылдарында мен Алла куә, мына құлағыммен мен естіген. Махшарда жауап беремін осы сөзіме мен. Намаз оқымаған адам кәпір деген ол кісі. Бастапқы жылдар. Сосын бұл видео не істеді? Өшірілді. Видео жоқ қазір. Қандай жолмен екен білмеймін. Өшірілді. Енді не істейді ол? Намаз оқымаған адам кәпір ма деген былай жауап береді. Қара, жақсылап мән бер. Оларға дін әлі жеткен жоқ дейді. Опа. Осылай бастайды. Қандай мағына? Дін. Дін әлі дұрыс жеткен жоқ. Дұрыс түсінік оларға әлі жеткен жоқ дейді. Сондықтан олар біз кәпір дей алмаймыз дейді. Діннен шығаруға асықпаймыз дейді. Бұл деген сөз әдемі жауап тұр. Яғни олар негізінде кәпір. Оларға бірінші сен дінді қабылда, таухид дұрыс жеткізейік. Егер де қабылдамасаң, сол кезде біз олар кәпір деп айта аламыз. Пока мысалы үшін сен бір адам тұрды ана жерде, оның кім екендігін білмейсің да. Кім екендігін білмей тұрып барып сен анау пәленше деп айта алмайсың. Кім айта алмайсың. Өзінен барып сұрайсың, сен кім едің деген секілді. Сосын барып айтасың, дұрыс па?
Оның сөзінің астарында осы нәрсе жатыр. Оны кім түсінбейді? Қарапайым Қарапайым халық түсінбейді. Осындай нәрсемен істейді ол. Тастап отырады да. Оны деп отыра береді адам. Сосын сол сөзінен уалейкум ассалам, мына хадис жалғайды ғой. Мұсылман мен кәпірдің арасын бөлетін намаз деген нәрсені айтты да. Ал оған ол мәселеге қатысты 4 мазхабтың ғалымдары не айтты? Оған қайтпайды. Неге? Өйткені хадисті алады, болды. Истинбат қылады. Хадистен тікелей үкім шығарады да. Ал сен кімсің? Дарын. Сен кімсің хадистен үкім шығара алатын? Ибн Таймияң да, сен ұстазың да ешкім не істей алмайды, үкім шығара алмайды Құран хадистен. Мысалы үшін алып қараймыз. Сол сондай мақсатта мен айттым да, мен видеомда. Сосын ол кісі шақырды. Мен жарайды дедім, келісейік дедім. Мен мінезім өзі тіп мінездімін. Ана сосын рилста өзі монтаждаймын. Монтаждаған кезде мынау 1.9, 1.8-ге қоямын да. Анау 5 минут болып кетеді, 6 минут болып кетеді. Соны көрмейді да көбісі. Сол кезде тез сөйлеген кезде мен кішкене орыс сөйлеймін. Ол екі есе болып ана агрессиямен түйіледі да халыққа. Тез маған қызық емес та ол нәрсе да. Енді осы сұхбатты пайдаланып алып тағы да айтайын деп. Дарын Умаров, мен сізді міне бүкіл халықтың көзінше тағы да айтамын, ашық пікірталасқа шақырамын. Ашық пікірталасқа. Бұл жерде сіздің ешкім эмоцияға да бөлінбейді. Бүкіл адамдарды сол жерде модератор қоямыз, уақытпен, минутпен барлығы болады. Қаласаңыз жабық болсын, қаласаңыз ашық болсын, маған ешқандай айырмашылық жоқ. Келейік, сіз том-том кітаптарыңызды көтеріп келіңіз, мен том-том кітаптарымды көтеріп келейік, бір мәселені ғана аламыз да, мысалы, соны ортаға тастаймыз, соны талқылаймыз. Көрейік. Кім ақиқат жолында, кім ақиқат жолында емес. Нүкте осы. Мен әлі сол неден позициядан, бірақ ол кісі шықпайды деп ойлаймын. Неге? Бұны келесі подкастта айтамын. Оның да бір өзінің себебі болады. Біреу ойлауы мүмкін да. Сен шықпайтын біліп шақырып жатсың деген секілді. Ойласаң ойлай бер. Ойласаң ойлай бер. Дарын Умаров өзі бастады ма? Мен до конца осы нені тұрамын, позициямда тұрамын. Негіз бұл Дарын Умаров жайында мысалы көлік айдап келе жатқан кезде болады ғой енді, повороттар болады, жай бұрыласың ше. Жаңағы қашан уже пәлен километрден кейін қарасаң, сен уже әжептәуір бұрылып қойғансың да. Бірақ байқалмайды ше. Рөлді кішкене ғана бүйтіп ұстап отырасың, болды. Былайша айтқанда ұзақ бұрылу ғой енді. Бұл кісінің қауіптілігінде мен содан айтамын да. Бұл кісінің қауіптілігі ше. Яғни қарапайым халық бұны түсінбейді да. Бұл қалай бұрылып кеткен өзі бір уақытқа келіп сезбей қалуы мүмкін да. Яғни тура трассада кетіп бара жатқан кезде қалай бұрылып қалған, әжептәуір бұрылып кеткен өзі сезбей қалуы мүмкін. Субханалла. Уалейкум ассалам. Біреулер айтуы мүмкін ғой енді, сен Нұрлан имам жайлы айттың, Дарын жайлы айттың, біреу айта бер мейлі. Ертең өзіңе бір нәрсе болып кетсе қалай боласың? Жұмыстан болып кетуі мүмкін, діни басқарма сені шығарып жіберуі мүмкін жұмыстан, немесе тағы мемлекет келуі мүмкін, тыйымдар болуы мүмкін деген секілді әртүрлі ғой енді себептер. Мен оларға айтамын да, бір адам жасау керек қой оны, қай жерге дейін баратындығын көрейік та. Біреулер ойлады бұл айтуға болмайды мүлдем деп ше. Қиын айту, қалай оны айтасың деген секілді. Солар ойлап жүрген болуы мүмкін да. Соларға бір типкі болсын да. Мен осы жерге дейін жеттім да. Жеттім, иә. Ары қарай басқадан көреді. Біреу шығатын шығар. Басқа біреу шығады ары қарай. Ол көреді ары қарай да. Иә. Шекті көрсетіп бердім былай айтқанда да. Ал егер бұндай тыйым болмаса, осы өзі позициям, мен ешқандай да бір сәләфитке, уахабитке, ағымға, деобандизм деп айтып жатыр кейбіреулер, ешқандай ондай бір нәрселерге қатысым да жоқ, байланысым да жоқ ондайлармен да. Мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан бекітілген, немесе біздің Қазақстанда ұстанатын мазхаб қандай? Ханафи мазхабы. Ханафи мазхабын дұрыс жолмен болғанда қалай? Мауараннахр, Орта Азияның Мауараннахр төңірегін білесіздер ғой. Сол жүйемен оқытқан елден бітіріп келдім білімді. Яғни қазақи дәстүрден аттамаймын, қазақи сенімнен аттамаймын. Осы шеңбердің айналасында дінді тарату, адамдарды ақиқатқа шақыру, мемлекетке адамдарға моральдық тұрғыда түсінік беру мақсатында мен мемлекетке пайданы тигізгім келеді. Мемлекет керісінше мен пайдалансын.
мындай адамдар мени пайдалансын, мени чакырсын. Кандай бир дини нелер бар. Келсин, міне отур, міне мындай агым бар, мынандай бар. Біліп оқып келдім деп көп андай сөйлеп атсың ғой подкасттарда. Міне отур, дәлелде ал енді міне деп. Жұмыс берсін. Жұмыс жасайық мысалы үшін деп ашық жұмыс сұрап кеткен. Мен өзім позициямды білдіріп коеюн Дұрыс, дегенмін ғой дұрыс. ұстаз. Дұрыс, дұрыс.